Осылайша Вашингтон оны жақсы түсінді. Қыз келді. Сарбаздардың рухы қатты төмендеді. Кейбіреулер тіпті оның әскерін тастап кетті. Вашингтон революцияның сәттілігіне тағы да сену үшін тез арада бірдеңе ойлап табу керек еді. Британдықтар суық ауа райында Нью-Джерсиге қоныстанды. Онда олар тоқтаусыз қыдырып, сидр ішіп отырды. Қыста соғыс туралы ешкім ойлаған жоқ. Сондықтан Вашингтон қыста шабуыл жасауды шешті. Британдықтар көтерілісшілермен күресу үшін Германиядағы азаматтық комитеттен немесе Гасенханаудан көптеген сарбаздарды жалдады. Бұл сарбаздар Вашингтон армиясының шабуылына тойтарыс беру үшін Делавер өзенінің бойына орналастырылды. Сондай-ақ жолда қосымша күштер болды. Бірақ командирдің қарны ашқандықтан әскерді қысқа уақытқа баяулатуға тура келді. Жоқ, бұл мағынада емес. Бірақ бұл жерде, бұл Рождество қарсаңында болды. Терезенің сыртында боран соғып тұрды. Вашингтон гессиандық әскери күштердің қосымша күштерсіз қалғанын білгенде, ол шабуыл жасауға бел буды. Ол және 2400 сарбаз мұздатылған Делавер өзенінен қауіпті өткел жасап, содан кейін Трентонға дейін 14,5 шақырым жаяу жүріп, жау әскерін таңғалдырды. Қысқа, бірақ кескілескен қақтығыстан кейін неміс жалдамалары қоршауға алынды. Бұл шайқаста жеңіске жетудің маңызы зор болды. Бұл Ұлыбританияға ғана емес, колонияларға да соғыстың жалғасып жатқанын дәлелдеді. Чарльз Корнуоллис британдық күштерді оңтүстікке қарсы шабуылға шығарды. Бірақ шайқас кезінде Вашингтонның қорғаныс тактикасы мен айналма жолдары 10 күн ішінде Ұлыбританияны 3 рет жеңуге көмектесті. Британдықтар қыстың соңына дейін солтүстікке қарай шегінуге шешім қабылдады. Сол кезде Вашингтон Мористаунда лагерь құрды. Бірақ американдықтар ол жерде британдықтар сияқты көңілді болмады. Сол кезде Ұлыбритания Ньюпортты, Род-Айлендті басып алды. Бұл теңіз базасы үшін жақсы орын болды. Оңтүстікте олар Оңтүстік Каролинадағы Чарльстонды ала алмады. Бұл британдық монархистерді қолдаудан айырды және оларды зорлық, зомбылық пен жаппай қудалауға бейім етті. Конгресс Бенджамин Франклинді Францияға оларды соғысқа қосылуға көндіру миссиясымен жіберді. Жалпы, Франция Ұлыбританияны жеңу мүмкіндігін ешқашан жіберіп алған емес, бірақ ол жеңіске жететініне сенімді болғанша қақтығысқа түскісі келмеді. Франклин жауап күтіп тұрғанда, ол жай ғана демалып, қыздарды желімдеумен айналысты. Ұлыбритания парламенті соғыстың қайта басталғанына таң қалды. Сондықтан оны аяқтау үшін бар күшін салу туралы шешім қабылданды. Сонымен, олардың жоспары Монреаль генералы Бергайн мен Нью-Йорк генералы Уильям Хоу Гудзон аңғары арқылы бір-біріне қарай жүріп, ортасында бір жерде кездесуі керек еді. Осылайша колониялардың аумақтарын екіге бөліп, олардың байланысын үзді. Бір-бірімен Бергой оңтүстікке қарай жылжи бастады және Форт Тикондераганы еш кедергісіз басып алғаннан кейін ол американдықтардың қатал қарсылығына тап болды. Сондықтан ол генерал Хоуға хабар жіберді. Онда ол жақын арада көмекке келе алатынын сұрады. Бұл арада Хоу бастапқы жоспарынан бас тартып, өзінің атап даңқын іздеуге, атап айтқанда астанасы Филадельфияны басып алуға кетті. Ол Вашингтон армиясын Брент Вайн-Крикте жеңді. Жақсы ескі тактиканы қолданды, алдамшы маневр. Содан кейін күтпеген жерден артқа соққы. Қазір Филадельфия британдықтардың қолында, бұл конгресті Иркке көшуге мәжбүр етті. Шабергойн Саратогада жаудың күшейіп келе жатқан күшімен бір-бірден қалды. Американдық генерал Хоратио Гейтс өзінің ескі досы Бенедикт Арнольдпен бірігіп, Бергайнның әскеріне соңғы соққыны бірге жасады. Арнольд шабуылды дереу бастауға дайын болды. Бірақ Гейтс британдықтардың өздері келгенше күткісі келді. Қызу даулардан кейін Гейтс аға офицер ретінде Арнольдқа кетуді бұйырды. Бірақ Арнольд оның бұйрықтарын құлағынан өткізіп жіберді. Ал Бимес Хайтс шайқасы кезінде ол британдықтарға шабуыл жасап, жау әскерін толығымен жойды. Ақылды қыз Хоратио айтпақшы, Саратогада болған екінші жігітпен. Қандай жігіт? Бенедикт Арнольд. Мен бұл туралы естіген жоқпын. Сәлем, Джордж. Мен жақсы адам емеспін бе? Мен бәрін Филадельфияға апардым. Иә, мен жұмыстан шығарылған жоқпын ба? Бергайнда, Хоуда Ұлыбританияға оралып, генерал Генри Клинтонды жауапты етіп қалдырды. Соғыс күтпеген жерден өзгерді. Өйткені Саратогадағы жеңістен кейін Франция соғысқа қосылуға дайын болды. Сонымен, Бенни, біз ойынға кірдік. Айтпақшы, бұл күлкілі емес пе? Білесің бе, сен республикасың. Абсолютті монархияны құлатуға тырысып жатырсың. Ал мен жай ғана абсолютті монархпын және саған көмектесемін. Сенің ойыңша, сенің төңкерісің менің халқымды маған қарсы шығуға итермелейді. Содан кейін мені және менің бүкіл отбасымды түрмеге жабады. Және біздің басымызды кесіп таста. Санай ма? Бұларды халық Ванга деп атайды. Бұл арада Америкада қыз қайта оралды. Бұл бір ғана нәрсені білдіреді.
сарбаздар одан да ауырып, аштыққа ұшырап, тіпті аздап бүлік шығаруда. Филадельфияны жаулары басып алғаннан кейін Вашингтонның беделіне күмән туды. Бірақ кенеттен күтпеген жерден Бенджамин Франклин жалдаған керемет есімді пруссиялық жігіт пайда болды. Ол, сәлеметсіз бе? Мен сіздің адамдарыңызды Еуропадағы біз сияқты тәрбиелеу үшін келдім, деді. Ол солай істеді. Сарбаздар дәл атуды, сапқа тұруды, дәретханаға қайда баруға болатынын және қайда баруға болмайтынын үйренді, ал бағынбағандар қатаң жазаланды. Әскери тәртіп, әрине, жақсы, бірақ менің ойымша, әрбір сарбаздың әлі де күшті ақыл ойы болу керек. Бірақ өкініштісі, бұрын миды айдаудың қазіргідей тиімді әдістері болмаған. Мысалы, нейропсихолог ғалымдар жасаған және мидың дамуы саласындағы озық әзірлемелерді жинақтаған Викем қызметі. Бұл қызмет есте сақтау қабілетін, зейінін, шығармашылығын және ойлауын арттыруға бағытталған. Және мұның бәрі жеңіл ойын тапсырмаларының соғысында. Өзі дамыту ешқашан соншалықты оңай және қызықты болған емес. Мен өзім сонда жиі іліп қоямын. Сондықтан мен сіздерді де шақырамын. Достар, сипаттамадағы сілтемені орындаңыз, дамытыңыз және өзіңіз үшін жаңа мүмкіндіктерді ашыңыз. 1778 жылы Вашингтонның жаңартылған, дайындалған армиясы Филадельфияны қайтарып алуға дайын болды. Бірақ бұл енді қажет емес еді. Ұлыбритания Францияның соғысқа кіргенін білген соң, генерал Клинтонға Филадельфияны эвакуациялау және Нью-Йорктегі позициясын нығайту туралы бұйрық берілді. Вашингтон Бенедикт Арнольдты қаланы қайта басып алуға жіберді және ол британдықтарды Нью-Джерси арқылы қуып жіберді. Ақыры Монманск сотының ғимаратына шабуыл жасау сәті келгенше. Шайқас жаздың адам өзгесіз ыстық күнінде өтті. Сол кездегі аптап ыстықтан қанша сарбаз оқтан қаза тапса, сонша сарбаз қаза тапты. Сондай-ақ Вашингтонның орынбасарының опасыздығы орын алды. Ол әскерлерге шегінуге бұйрық берді. Бірақ бұл жеңіске жетуге кедергі болмады. Әрі қарай жүрейік. Осы жігіт туралы сөйлесейік. Бұл Джон Пол Джонс. Джон Пол әдемі. Сонымен қатар ол Шотланд және абсолютті жаңғақ. Соғыс алғаш басталған кезде бәрі осылай болды. Колониялар Британ флотының күшіне қалай қарсы тұрады? Өйткені оларда кемелерде, сауда кемелері де жоқ. Иә, мұны Джон Пол Джонсқа айтып көріңіз. Ол Британ аралдарына жүзіп барып, әйтеуір Ирландия жағалауындағы британдық кемені басып алып, Францияға алып кетті. Содан кейін ол қайтып келіп, одан да көп кемелерге шабуыл жасап, қалаларға шабуыл жасай бастады. Әр жолы жау қолынан тайып тұрды. Бұл негізінен қарақшылардың тактикасы, бірақ коман бұл жұмыс істейді. Бір күні ол британдық кемені басып алып, оны Голландияның Тусыз портына апарды. Өйткені ол шайқас кезінде жоғалып кетті. Бірақ іс жүзінде бұл мүмкін емес. Олар қарақшылық үшін қамауға алынуы мүмкін. Голландиялықтар оларға Бенджамин Франклин сипаттаған идеалды американдық тудың бейнесіне негізделген жаңа тудың дизайнын жасауға көмектесті. Бұл қазір Америка құрама штаттарының ресми туы. Айтпақшы, ол өте керемет көрінді. Мұның бәрі Ұлыбританияның жалпы көңіл күйіне кері әсерін тигізген сияқты және бұл соғыста жеңіске жеткеніне күмән келтірді. Бір қызығы, Джон Пол Джонстың салқынқандылығы сонша, ол 1778 жылы 1999 жылы шабуыл жасаған қалалардың бірі оны ресми түрде кешірді. Сен жұмақта өлтіруді жалғастыра аласың, Джон Пол. Енді сен періштесің. Францияның соғысқа кіруі американдық флоттың аздығына қатысты мәселені шешті. Франция мен Ұлыбританияның алғашқы шайқасы Ла-Маншта өтті. Сонымен бірге Америка жағалауларына көптеген әскери кемелер жіберілді. Дегенмен бәрі де даудың салдарынан нысанаға жете алмады. Род-Айленд. Американдықтар соғысқа француздардың көбірек қатысуын күтті. Сондықтан Джон Адамс Бенджамин Франклинге келіссөздерге көмектесу үшін Францияға барды. Керемет, сен ақыры келдің, мынаны көр. Ханымдар, маған көмектесе аласыздар ма? Мен сенің көзіңнен адасып кеттім. Керемет пе? Сенің мұнда істеп жүргенің осы ғана ма? Иә, не? Біз сені дипломатиялық миссиямен жібердік. Америкаға Франциядан әскери көмек көрсету және жергілікті қыздармен араласпау. Жоқ, балалар, күте тұрыңдар, кетпеңдер. Әлемдегі ең нашар серіктес. Алайда американдықтарға тағы да көмек көрсетілді. Бірақ бұл жолы француздар емес, голландтар. Олармен ешкім ресми түрде одақ құрмағанына қарамастан. Сонымен қатар, Америка құрама штаттарына осылай көмектескен Испанияда ресми түрде соғысқа 1779 жылдың маусымында кірді. Олар өз әскерлерін Орта Батысқа және Парсы шығанағы жағалауына жіберді. Бұл әскери операциялар осы аймақтардың байырғы тұрғындарына қатты әсер етті. Қақтығыстың екі жағы да соғыс бойы жергілікті американдықтарды өз жағына тартты. Кейде тіпті өздеріне қарсы соғысуға тура келді. 1779 жылдың жазында ирокездердің американдықтарға жасаған бірқатар шабуылдарынан кейін Вашингтон олардың жерлеріне
140-тан астам елді мекенді өртеп жіберген сарбаздарын жіберді. Бұл тайпаларды Ұлыбритания қанатының астындағы Канада аумағына қоныс аударуға мәжбүр етті. Мен сол кезде құл болмаған афроамерикандықтарды да атап өткім келеді. Олар жақсы болашаққа үміттеніп, екі жақ үшін де күресті. Бірақ соғыстан кейін американдықтардың жағындағылар қайтадан құл болды. Джефферсонның құлдары болғанына қарамастан, тәуелсіздік декларациясында ол құлдықты айыптады. Кейінірек оңтүстік колонияларға зиян келтіруден қорқып, бұл тармақ декларациядан алынып тасталды. Сол себепті 1775 жылы афроамерикалықтар американдық әскерге алынуды тоқтатты. Өзі құл иеленуші болған Вашингтон мұндай саясатты қолдады. Ұлыбритания оның әскеріне қосылатын барлық құлдарға бостандық беруге уәде бергенде, олар бәрін жоюға мәжбүр болды. Жалпы, егер сіз британдықтар үшін соғысып жатсаңыз, еркін адам болу мүмкіндігіңіз жоғары болды. Дегенмен, соғыстан кейін Америка құрама штаттарынан кеткендер де Ұлыбританияда кемсітушілікке ұшырады. Біздің ескі досымыз Бенедикт Арнольд қазір Астананы басқарады. Ол демалып, кештер өткізіп, тіпті жергілікті элитаның қызына үйленеді. Қала олардың қолында болған кезде британдықтармен бірге тұтанған элитаның өзі. Кенеттен Астанадағылар, соның ішінде губернатор Арнольдты британдықтарды қолдайтын мінез құлық үшін айыптай бастады. Адамдардың бүлік шығаруына жол бермеу үшін Вашингтон Арнольдқа сөгіс хат жазып, оны түкке тұрғысыз басқарушы деп атады. Арнольд мұндай соққыға шыдай алмады. Ол оны Вест-Пойнттағы басты форте етіп тағайындауды өтінді. Сол жерде ол британдықтармен байланысқа шықты. Ол олармен одақтасып, өзі басқаратын бекіністің жоспарлары туралы хабарлағысы келді. Содан бері ол енді біздің досымыз емес. Бақытымызға орай, оның жоспары ұсталған бір британдық офицердің арқасында ашылды. Бірақ Арнольд қамауға алынғанға дейін қашып үлгерді. Британдық генерал-майор ретінде ол Американың көптеген қалаларына қарсы рейдтерді басқарады. Ричмонд 1781 жылы оның қолынан ең көп зардап шекті. Мұндай сатқындық Джордж Вашингтонды қатты таң қалдырды. Ол сол кезде Мористаунда тағы да лагерь құрды. Әйтеуір, ол әскерді жинап, олар соғыстың ең қатал қысында бірге аман қалды. 1780 жыл келе жатыр. Парламент ашуланып, аяғын таптап жатыр. Өйткені соғыс әлі аяқталған жоқ. Ұлыбританияның қарыздары бұрынғыдай өсті. Ал егер сіз Массачусетс штатында 1779 жылы алынған жерді алмасаңыз, британдықтар бұдан бұлай табысқа жете алмады. Сондықтан олар тактикасын түбегейлі өзгертіп, оңтүстікке қарай бет алуды ұйғарды. Өйткені экономикалық жағынан әлдеқайда бай аймақтар бар және Ұлыбританияның қолдауы күштірек. Олар солай ойлады. Бір жыл бұрын олар Джорджия штатының Саванна қаласын еш қиындықсыз басып алды және американдық, француздық контрабанда сәтсіз аяқталды. Енді олар Чарлстонға жақындады. Қала қоршауға төтеп бере алмады және бірнеше айдан кейін мыңдаған американдық сарбаздар берілуге мәжбүр болды. Британдықтар территорияларды басып алып, тез алға жылжыды. Олар британдық акценті бар әдеттегі голливудтық зұлым Банастер Тарлитонды жазалаушы лақап атымен штаттың шетіне жіберді. Онда ол көтерілісшілерді ұстап алып, оларға қатыгездікпен қарады. Британдықтардың болуы жергілікті монархистерді жігерлендірді және олар бүлік шығара бастады. Ұлыбританияның жаңа стратегиясы жұмыс істеп тұрғандай көрінді. Ал келесі қадам Вашингтонға байланысты болды. Британдықтарды жеңу үшін оңтүстік майданға мен өзімнің ең адал генералым Дэниэл Гринді жіберемін. Жоқ, Джордж, сенікі дұрыс емес. Біз ол жерге Саратога шайқасының қаһарманы, сіздің тікелей бәсекелесіңіз Хоратио Гейтсті жібереміз. Сізге Джордж қалай ұнайды? Мен бәрін қайтадан құтқарамын. Бұл үшін олар мені жақсы көреді. Мен сенің орныңды аламын. Ал, кеттік. Хоратио Корнуоллиске қарсы соғысқа аттанды, бірақ оның әскері талқандалып, ол қашып кетті. Жарайды, сен жеңдің. Натаниэл Грин британдықтардың өздерінен көп екенін және бұл жерде тапқырлық қажет екенін білді. Ол әскерін екіге бөліп, былай деді: "Ей, үлкен жігіт, маған қарашы." Содан кейін оның әскері әртүрлі бағытта шашырап кетті. Морганның артынан Корнуоллис Тарлетонды жіберді. Ол жауды қуып жетіп, американдықтардан тартып алды. Содан кейін американдықтар Корнуоллисті бүкіл солтүстік Каролинаға жүгіруге мәжбүр етті. Оның әлі де үлкенірек және жақсы жабдықталған әскері Гриннің епті армиясымен салыстырғанда ауыр және баяу болды. Гринді қуып келе жатқанда Корнуоллис жеткізу желісінен алыстап бара жатты. Грин Вирджиния штатындағы Ден өзенінен өтіп, оған қосымша күштер келді. Енді оның әскері қуып жетуден шаршаған британдықтармен күресуге дайын болды. Гилфорд Корт Хау шайқасында екі жақта қызу тартысқа түсті. Корнуоллис жеңіліп қалудан қорқып, ұрыс бағытына қарай зеңбірекпен атуды ұйғарды. Бұл оның көптеген адамдарының өмірін қиды. Грин шегініп, жеңісті Корнуоллиске берді. Алайда британдық тарап өз адамдарының 4-1 айырылды. Сондықтан бұл жеңіліске ұқсайды. Соғыстың осы кезеңінде екі жаққа да қақтығысты мүмкіндігінше тезірек шешу қажет болды. Ұлыбритания банкроттыққа жақын қалды. Ал Америкада тәртіпсіздіктер қайта басталды.
Өйткені адамдар тегін жұмыс істеді және ештеңеге қол жеткізе алмады. Бақытымызға орай, француздар бұрынғыдан да көп жүзіп, соғысуға дайын болды. Гритке қарсы шайқастан кейін Корнуоллис оңтүстікті жаулап алу үшін континенттік армияны оңтүстіктегі жабдықтау базасынан айыру керек деген қорытындыға келді. Сондықтан ол солтүстік Каролинадан кетті. Оның жолы Уилмингтон арқылы Йорктаунға дейін созылды. Бұл британдықтар стратегиялық тұрғыдан тиімді позиция болуы мүмкін деп ойлады. Йорктаунға барар жолда Корнуоллис көптеген фермаларға шабуыл жасап, жергілікті жылқыларды және әскеріне қажеттінің бәрін алып, мыңдаған құлдарды босатты. Олардың көпшілігі оған қосылды. Француздар британдықтарға жойқын соққы беру үшін Корнуоллистің жаңа орнын пайдалануды ұйғарды. Вашингтон, Нью-Йорктегі Клинтонға шабуыл жасағысы келді. Бірақ француздар бұл идеяның солай екенін айтты. Шынымды айтсам, бұл рас. Сондықтан Вашингтон Клинтонға шабуыл жасағандай көріну үшін алдыңғы отрядтарды жіберді. Бірақ шын мәнінде американдық, француздық армия Вирджинияға бет алды. Адмирал Грасс басқарған үлкен француз флоты британдық флотты жойды. Енді Корнуоллис армиясы қоршауға алынды. Американдық, француздық күштер қалаға артиллериялық оқ жаудырып, мүмкіндігінше жақындады. Корнуоллис Клинтоннан көмек сұрай алмады. Бірақ оған мүлдем мән бермеді. Корнуоллис шамамен бір айға созылды. Содан кейін ол әлі де бас тартуға мәжбүр болды. 7 мыңнан астам британдық әскер тұтқынға алынды. Жан түршігерлік жеңіліс. Парламенттің амалы қалмады. Соғыстың қажеті жоқ. Оны аяқтау керек еді. Нью-Йорк, Чарлстон, Саванна әлі де британдық қалалар болды. Бірақ Париждегі бейбіт келіссөздерден кейін тараптар арасындағы барлық текетірес аяқталды. Бейбітшілік келісімінің нәтижесі британдық әскерлерді Америка құрама штаттарынан шығару, Америка құрама штаттарының тәуелсіздігін мойындау және оларға Миссисипи өзеніне дейінгі аумақтарды беру болды. Оның орнына Америка Ұлыбританияға қарызын өтеуге және тәжге адал иммигранттарды ренжітпеуге келісті. Испания Флоридаға кетті. Ал Францияда экономикалық дағдарыс басталып, 10 жылдан кейін революцияға әкелді. Вашингтон үйіне Вернон тауына кетті. Ол өз халқымен қоштасып, мен сіздің болашақ өміріңіз өткен өміріңіз сияқты сәтті және бақытты болғанын шын жүректен тілеймін. Ол қалған күндерін тыныштықта өткіземін деп үміттенді. Бірақ өкінішке орай, ол үшін көптеген адамдар оның жаңа елдің бірінші басшысы болғанын қалады. Және көптегенде мен бәрін айтып отырмын. Америка құрама штаттарының тарихындағы алғашқы сайлау шын мәнінде Вашингтонның бұл қызметке кірісуге көндіруі сияқты көрінді. Вашингтон 30 сәуірде 1789 жылы ант берді. Ол ел басшысының өкілеттіктерін сипаттады. Енді сұрақ туындады. Оны қалай атау керек? Патша, ұлы билеуші. Бірақ соңында олар сол кезде өте кішіпейіл деп саналатын сөзге тоқталды. Президент, жергілікті боулинг клубының немесе торт сату комитетінің президенті ретінде. Ол кеңесшілер кабинетін құрды. Ол бір президенттің қаншалықты данышпан болса да, елді басқаруды жеңе алмайтынын түсініп, бірыңғай заңнаманы және Америка құрама штаттары президентінің конгресске жыл сайынғы жолдауын енгізді. Ол Америка басқа елдердің қақтығыстарына бейтарап болу керек деп талап етті. Сондай-ақ, соңында ол өз өкілеттіктерін өз еркімен берді. Өйткені ол өз міндеттерін орындай алмайтынына сенді. Алайда, мұның бәрі ақыр соңында адал, шешімді және кішіпейілділігі үшін құрметке ие болған президенттің қызметіне кірісуіне көмектесті. Америка құрама штаттары осылай дүниеге келді. Бәрі керемет болды. Ешқандай проблема жоқ. Бірде-бір ештеңе тудыруы мүмкін емес еді. Бірақ мен азаматтық соғысқа әкелетін ауқымды алауыздықты білмеймін.